Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Менің есімім Алданов Рысбек Абдурасулұлы. Дене шынықтыру сабағы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы волейбол сабағы, допты жоғарыдан беру. Бүгінгі сабақта допты жоғарыдан беру тәсілін үйрету. Алаңдағы ойыншылар әрқайсысында 6 ойыншы бар, 2 команда қатысады. 2 командаға бөлінеміз. Әр команданың ойыншылары өз алаңына орналасып, қарсыластарынан 2 ұпай аралықпен 15 ұпай жинаған команда жеңіске жетеді. Жасөспірімдердің ойыны 3 кезеңнен тұрады. 2 қолдардың добының берілуі үстінде әр түрлі жаттығулары орындалуға мүмкіншілік беретін техниканың негізгі элементтерінің бірі. Сонымен бірге тор арқылы ойнау, суретте берілу негізгі ереже орындаудың жанында көрсетілген. Орнықты бастапқы орын допқа қолдардың саусақтың ұштарының үзбеуі, жанасуды аяқ және қол керек бақыт беруге, жаза алуға үлгеру керек. Ойын техникасы: ойын шабуылдау, тосқауыл қою, допты ойынға қосу, доптың берілуі, кері қайтару, қабылдау және құлау. Тордың ені: волейбол ойынында тордың ені 1 метр, ұзындығы 9,5. Тор жардығы темір бағаналарға бекітіледі. Жасөспірімдерде ер балалар 13-14 жастағылар үшін 2 метр 20 сантиметр, 15-16 жастағылар үшін 2 метр 35 сантиметр және 17-18 жастағылар үшін 2 метр 43 сантиметр. Қыздар үшін 13-14 жастағылар үшін 2 метр 10 сантиметр, 15-16 жастағылар үшін 2 метр 20 сантиметр. Допты ойынға қосу: ойыншылар допты ойынға қосудың бірнеше түрі игеріледі. Біріншісі, жоғарыдан шабуылдап ойынға қосу. Допты шабуылдап ойынға қосқанда қарсы жақтың ойынын қиындатады. Әдетте допты мұндай тәсілмен беруді меңгеру үшін иық, шынтақ буындарының қимылдық қабілеті мен күші жеткілікті болуы керек. Қарсыластарға допты қатты ұшырып беру үшін қолын сермегенде иық, шынтақ буындары бос қалады. Шабуылдың барлық әдістерін игеру икемділік, күш, секірумен қатар денені ауа кеңістігінде ұстай білу, тағы басқа қасиеттерінің дағдылануына байланысты. Бұл құбылыс дененің үнемі қозғалыста болуы қабілеттілігін арттыратын арнаулы жаттығуларды орындау нәтижесінде іске асырылады. Екінші, бүйірден жоғарыдан қабылдап беру. Бұл әдісте әрине қарсыластың ойындарын қиындата түседі. Бұған да допты жоғарыдан шабуылдап ойынға қосқан сияқты дағдылау керек. Үшінші, допты астынан тура беру. Бұл әдіс допты жоғарыдан қабылдап ойынға қосу сияқты емес, қарсыласына онша қауіп төндірмейді. Берілген бұл допты қарсыластар оңай қайтарады. Төртіншісі, допты астынан жанамалап беру. Бұл допты да қайтарып беру үшін қарсыластарына
қиыншылық тудырмайды. Міне, әдістермен доп ойынға қосылады. Деңгейлік тапсырмалар. Доп пішіні қандай болу керек? Дөңгелек, медальды металдардан атаңыз. Алтын, күміс қола. Рефери сөзінің мағынасы. Төреші. Волейбол сөзі қандай ұғым береді? Волейбол ойындарының авторы кім? Ми жұмысында арналған қазақтың ұлттық спорт түрін атаңыз. Армрестлинг қандай спорт түрі? Осы сұрақтарға жауап береміз. Допты жоғарыдан беру. Сол қол алдында оң қолды допты жоғары лақтырып, оң қолмен жоғарыдан соғамыз. Суретте көрсетілгенді қайталаймыз. Назарларыңызға рахмет, құрметті студенттер. Сіздермен болған Рысбек Абдрасұлы.